1900 жылы желтоқсанда Шотландияның батыс жағалауындағы Эйлен-Мор аралында 3 маяк сақтаушы Томас Маршалл, Джеймс Дукат және Дональд МакАртур жоғалып кетті. Олардың жоғалып кетуінің жұмбақ жағдайлары ең фантастикалық болжамдарды тудырды. Елестер мен теңіз құбыжықтары туралы қауесеттер болды. Жергілікті ескі адамдардың әңгімелері ешқашан байыппен қабылданбағанымен, тергеу кезінде ұсынылған нұсқалардың ешқайсысы болған оқиғаны аша алмады. Қылмыстар арнасы осы өткен ғасырдың басындағы ең үлкен жұмбақтардың бірі саналатын бұл оғаш оқиғаның егжей-тегжейлерін зерттеді. Достар, арнамыздың 80% көрермені жазылмай қарайды екен. Арнаға жазылуды және лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. 7 аңшы деп те аталатын Фланнан архипелагының ең биік нүктесіне жақын орналасқан жартасты